Баршаңызға қайырлы күн. Алдағы наурыз, ораза айларына арнайы жасалынатын қазақтың ұлттық тағамы жент, кейбір жерде майсөк деп аталатын тағамды біз бүгін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті 500 грамм тарының талқаны, қуырылған түрі, оған жарты пиала шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және бұған 300 грамм сливочный майымызды, яғни ыстық күйінде құямыз. Майды көп деп ойламаңыздар, бұл талқанымыз майды өзіне тез сіңіріп алады. Ал егер аз болып қалған жағдайда құрғақ болып қалады. Сол себепті осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Майды барлық жерлеріне жеткізіп, жайып шығамыз.